Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз 4 бүрішті мотив тоқып үйренетін боламыз. Мен ол үшін 3 түсті жіпті таңдадым. Ең бірінші сақина жасап аламыз. Енді осы сақинаның ішіне 16 столбик с накидом тоқимыз. Осылай 16-сын тоқып шығамыз. Он алтыншы столбигіміз дайын. Қысқа жібімізді тартамыз. Екінші түстегі жібімізбен столбиктердің арасынан өткіземіз. Екі столбиктің ортасынан. Бір, екі, үш. Жіпті ілеміз крючокқа. Келесі екі столбиктің арасынан өткіземіз крючокты. Жіпті тартып шығарамыз. Бір цепочка. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Қатарды бітіріп қалдық. Міне осындай. Енді үшінші қатарымыз осы түспен тоқимыз. Крючокты бүйтіп ортасынан цепочка жақтан өткіземіз. Осыған тағы да бір столбик тоқимыз. Келесі. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Енді ақ түсімізді аламыз қайтадан. Мындай столбиктің ортасынан өткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушная петля тоқтым. Енді мына келесі жағына бір столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом тоқып, енді 2 воздушная петля. Екеуінің арасына накидті столбик біреуін тоқимыз. 2 воздушная петля. Мына жерге тағы бір столбик накидсіз. Мына жерге накидпен тоқимыз. 5 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге накиді бір столбик. Осыны айналдырып, осы жерге дейін тоқимыз. Қатарымызды аяқтаймыз. Келесі қатарымыз енді
2, 3. Бұл жерге тағы 3 столбик тоқимыз накидімен. Енді мына жерлерге 3-3-тен столбик тоқып шығамыз. Осылайша айналдырып тоқып шығамыз. Дайын болып қалды. Енді келесі қатарымыз қызыл түспен араластырып өрейік. Ортаға 2 столбик тоқимыз. 3 воздушная петля. Осы жерге тағы да 2-еуін. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Қатардың соңына келдік. Бұндай мотивтерді барлық бұйымдарға, сумка тоқуға, плед, жастық, тіпті носкиге де қолдана беруге болады. Квадраттардың түрлері өте көп. Алдағы түрлерін салатын болам. Неге бізде осындай квадрат дайын болды. Сіздер де тоқып көріңіздер.